Үнемі базар маңындағы қоқыс таралап, өзінің несібесін сол маңдардан тауып жейтін Сағидың мына өмірден күтер бақыты, сүйенер сүйеніші қалмаған. Кейде осы жалған ғұмырды тастап-ақ кеткісі келеді. Өзіне өзі қол жұмсағысы келеді. Оның бұл сорақы тірлікті жүзеге асыруға жігері де, күші де жетеді. Сағиға жалғыз ғана бір шешім мұны істеуге жібермей тұр. Иә, егер сол өзінің соңғы арманын орындаса, одан соң ажал келіп алқымынан алып, о дүниелік етсе де, қасқайып тұрып қарсы алады. Сағиды өмір сүруге сүйреп келе жатқан сезім өзінің шалыспастан бір кешірілмес қатесі еді. Иә, сол қатесінен азап шегіп, өмір бойы жылап келген жаннан бір ғана рет кешірім сұрау. Сағидың жылдар бойғы арманы. Ол жанның мұны кешіруі мүмкін емес. Өйткені Сағи кешірілмес қателік жасаған. Бірақ өз қатесін кеш ұққан оны кешірім сұрауға жетелеген де сол кеш келген ессіз есі еді. Базар маңындағы көптеген қоқыстарды аралай аяғы талықсыған Сағи отырып демалды. Қоқыс салынған жәшіктің саясына жайғасқан ол бір сәтке ойланып үнсіз қалды. Осы кезде құжынаған адамдардың арасынан әлдекімнің даланы жаңғырта қатты шыққан үні мұны да селк еткізді. Ол дауыс Гүлшат деп айқай салуда еді. Мына есімді естіген Сағи отырған орнынан қалай тұрып кеткенін де байқамай қалды. Әлгі дауыс шыққан жаққа қарай жүгіріп кетті. Өзінің не үшін жүгіріп келе жатқанын да білмейді. Әйтеуір өзі жылдар бойы іздеген адамының есімі мұны Гүлшат деп айқай салған адамның ізінен жүгіртіп келеді. Үсті басының барлығы адам көргісіз, киімдері алба-жұлба, бет-аузының бәрін сақал-мұрт басып кеткен, жүгіріп келе жатқан қаңғыбасқа жан-жақтағы адамдар жиіркене көз тастауда. Ал Сағи болса, өзіне тесіле қараған көздерден тайсалатын емес. Оның бар ойын жаулап алған жаңағы Гүлшат дегеннің кім екенін білу ғана. Айқай салып кеткен адамның ізінен жетіп барған Сағи анадайда тұрған жігіт ағасының кіп-кішкентай сүйкімді қызды құшағына қысып көтере бергенін көрді. Әлгі кіп-кішкентай 5 жасар қыз өзін көтерген кісіге емес, оның ізінен арсылдап жүгіріп келген Сағиға қарап қалыпты. Жасы 5-ке жақындаған қыздың өзіне таңдана қарағанын байқаған Сағи оған күле қарады да бұрылып қайтып кетті. Жол бойы ойланып келеді. Жаңағы қыздың көздері шынында да Гүлшаттың көздеріне ұқсайды екен. Осыны ойлағанда Сағидың жүрегі елжіреп кетті. Өзінің неге сонша тас жүрек болғанына, соншалықты аяусыз сезіміне таң қалды. Осы ойлармен әуре болған Сағи өзінің жай адам емес, қаңғыбас екенін де ұмытып кетті. Енді адамдары сабылған базардың арғы бетіне өтпек болып жүре беріп еді, әлде бір кісіні байқаусызда соғып өтті. Өзі соғып өткен жас жігіт екен. Үстіне киген киімі европалықтардан аумайды. Қолына қыса ұстаған ұялы телефоны бар. Ол Сағидың жиіркенішті түрін көріп, өзгелерге ұқсап жиіркенбеді. Жай ғана бұрылып қарады да сыпайы түрде кешіріңіз деп кете барды. Бұрылып қайта қарады. Иә, әлгі жігіт Сағиға бір сәтке тігіліп қарады да қайта жүріп кетті. Арырақ барып қайта қарады. Өзіне бұрылып қарап кешірім сұраған мына жігітті Сағи бір жерде көрген секілді. Бейне өзінің жылдар бойы көрмеген ескі танысындай. Әйтеуір өзіне тесіле қараған мына жанарды, мына көздерді бір жерде көргені рас. Қай жерде, қашан көргені есіне түсер емес. Осылайша жолдың қақ ортасында ойланып қалған Сағиды қарсы алдына келген жеңіл машина қағып кете жаздап барып, әрең тоқтады. Жүргізуші басын шығарып алды да Сағиға қарап, «Ой, қаңғыбас, көзіңе қарап жөніңмен жүрсең болмай ма? Сен жүретін орын бұл емес, қоқыс арасы. Жоғалсаң шәрі», деп боқтап боралап болып жатыр. Бұл сөздер Сағиға шыбын шаққандай да болған жоқ. Өйткені мұндай сөздерді қаншама уақыттан бері естіп келеді. Соншама жылдан бері бар естер сөзі осы. Сондықтан болар
еті өліп кеткен. Өзінің үйреншікті қоқысына келіп қайта отырған Сағидың көз алдынан жаңа көрген жігіттің бейнесі шыға қойған жоқ. Көзін жұмса болды, соның жарқыл шашқан жанары елестейді де тұрады. Неге екені белгісіз, әйтеуір өте таныс көздер. Осылай ойланып отырғанда көздері жұмылып, өткен түнгі түнімен өзге жерлердегі қоқыс таралап келгендіктен бе, әйтеуір ұйқы қысып ұйықтап кетті. Қара көйлек киген Гүлшат тіптен қаһарлы болып кеткен. Үстіне киген көйлегінің сұстылығы сонша, қараған адамның өзін қорқытардай тым айбарлы көзқараспен бұған көз тастайды. Ол бұған алыстан қол бұлғап, «Сағи, мен сені іздеп жүрмін. Я, мен сені табамын. Өзіңнің жасаған қылмысың үшін жазалаймын. Я, мен сені жазалаймын. Қайда ол? Маған оны тауып бересің. Ол менің балам. Ол менің сәбиім. Неге олай жасадың? Қайда жібердің оны? Қайда? Неге тас жүрек болғансың? Не үшін? Сен өзіңнің осы тірлігің үшін, осы жасаған қылмысың үшін жазалануың керек. Иә, мен сені табамын. Міндетті түрде табамын. Менің жылдар бойғы көз жасым, еңірегенде жасқа толған етегім, сәбиімді іздеп шарқ ұрған жүрегім сені жібермейді. Иә, жібермейді, деп қояды. Тура бір өлім аңсаған жандарша қолындағы пышағын сермеп қояды. Шынында Сағиды өлтіретіндей, жанары жасқа толып еңіреген келіншек отты көздерімен атып жіберердей қарап қалды. Осы кезде көзіне түскен күннің сәулесінен оянып кеткен Сағи өзінің базар қоқысының қақ ортасында жатқанын сезінді. Иә, ол жаңа ғана көргендерінің барлығы түс екенін енді түсінді. Өзінің сол түсінен қорқайын деді ме, әлде күн сәулесінің ыстығынан ба, әйтеуір денесі дір ете қалды. Діріл қаққан қол-аяғын әрең жинап алған Сағи жерге қарап үнсіз отырды. Ешқашан түсіне кірмеген әйелдің бүгін келіп түсіне енуі Сағиды ойландырып тастады. Иә, соны емес пе іздеп келе жатқаны? Сол емес пе көптен бері іздегені? Бір орында қоқыс үйіндісіне тесіле қарап қалған Сағи күбірлеп, «Гүлшат, кешірші мені, кеш мені, кеше көр, мен сорлыны кеш қарағым», деп сөйлеп алды. Базарды аралап болып, тұрақ жайға жақындаған Алмат көлігіне отырып үйіне қарай аяңдады. Оның бар ойлағаны үйде ауру әбден қалжыратып тастаған анасы еді. Алмат сол кісіге ертерек жетуді ойлап, көлігін орнынан қозғады да жүріп кетті. Ойланып келе жатқан оның ойына жаңа ғана өзіне соқтығысқан, жасы 50-ді еңсерген жігіт ағасының аянышты халі, адам көргісіз түрі оралып кетті. Рөлде отырған Алмат даусын шығара күбірлеп, «Соларға не азап екен қоқыс аралап. Егер өздерін ұстай білсе, жап-жақсы адам болатын кісілер ғой. Жанұя құрып, немере сүйетін кездерінде қарашы қоқыс аралап кеткендерін. Осыларды көргенде тәубеңе келіп қаласың», деп өзімен өзі сөйлеп қояды. Сөйлеп келе жатқан Алматтың ойын шыр ете қалған телефон шырылы бөліп жіберді. Тұтқаны құлағына тоса беріп еді, ар жақтан әлсіз ғана анасының үні естілді. «Алматжан, келесің бе балам, менің мазам қашып тұрған секілді», деді. Дірілдей шыққан анасының үнін естіген Алмат, «Қазір мама, міне бара жатырмын», деді де, көлігін жаңағыдан да тезірек айдауға тырысып, зулап кете берді. Үлкен көк дарбазалы үйге көлігін кіргізген Алмат тез-тез басып анасы жатқан бөлмеге барды. Есіктен кірген ұлын көрген Гүлшаттың көздері жасаурап, даусы әлсірей шығып, «Келдің бе қарағым», деді. Анасының үнемі мейірімге толы жүзіне күле қараған Алмат, «Келдім мама, жағдайыңыз қалай, жақсы ма, шаршамадыңыз ба?» деп бәйек болған ұлына қараған Гүлшат басын шайқады. Анасының жасқа толған жанарына қарабақ, бар жағдайды айтпай ұққан Алмат үнсіз күрсіне берді. Қалай күрсінбесін? Қалай ғана мұңаймасын? Көз алдыңда сені туған ана, сені өмірге алып келген қасиетті жан құлдырап бара жатса, қалай өкінбессің? Оның үстіне
Анасы өзі үшін, жалғыз Алмат үшін бар ғұмырын арнады емес пе? Сен үшін өз бақытынан баз кешкен жанды қалай ғана ажалға қиясың, қалай ғана? Осыны ойлағанда Алматтың езілген жүрегі езіліп, анасының орнына өзінің ауырғысы келіп кетеді. Барған сайын құлдырап жоқ болып, әлсіреп бара жатқан анасын көру ол үшін ауыр еді. Бірақ амал не? Тағдыр жазса бәріне де бас июге міндеттісің. Анасының әжімге толы жүзіне, тағдыр сыйлаған азаптары көрініп тұратын бетіне қараған Алмат оның езіле жылап жатқанын байқады. Анасы көзінен аққан жасты тоқтата алмастан еңіреп жатыр еді. Оның жылаған жүздерін көрген Алмат: Мама, не болды саған? Неге сонша езілесің? Мам, сен жазыласың. Сенің дертіңді емдеуге болады. Тек қана жыламашы. Жан анашым менің, тек жыламашы. Сен жыласаң мен не істеймін? Сен жазылуға тиістісің, мама. Сен өзің аңсаған немерені көресің. Сен өзіңнің өмір бойғы арманың болған немерені көресің ғой, мама. Деген Алматтың көздерінен мөлдір жас тамшылары ытқып шықты. Бірақ Алматтың жүрегі мына сөздер арқылы өзін, сондай-ақ анасын алдап жатқанын сезетін еді. Ауырып емханаға түскен Гүлшатты біраз уақыт емдеген дәрігерлер оның ауруы жазылмайды, бауыры мен өкпесі іріп кеткен. Ол кісінің көп болса 1-2 айлық ғұмыры қалды. Сондықтан мұндай үмітсіз кісілерді емханада жатқыза алмаймыз деп шығарып жіберген еді. Бұл сөздерді Алмат анасына айтпаған. Бірақ жүрегі барлығында сезетін ана өзіне ажал оғының жақындап келе жатқанын ұлы сездірмесе де жақсы біледі. Анасының жасаураған жанарын көрген Алматтың есіне дәрігердің осы сөздері түскен еді. Бірақ әттең енді бәрі де кеш. Егер дәл мұндай боларын білгенде, баяғыда-ақ үйленген болатын еді. Баяғыда-ақ өзінің сүйіктісін анасының жанына келін етіп түсіріп берген-ақ болар еді. Баяғыда-ақ жас болғанына қарамастан анасына сүйікті немере сыйлайтын еді. Бірақ кеш білді ғой анасының жан дүниесін ауыр дерттің улағанын. Кеш ұқты емес пе бәрінде? Не деген өкінішті сезімдер, не деген азап. Еңіреп жатқан анасының қолдарын қысқан Алматқа басын бұрған анасы әлсіз даусын шығара: «Балам, ана сөреде тұрған кішкентай сандықты ашшы», деді. Анасының ойлы көздеріне қараған Алмат үнсіз орнынан тұрып сөреде тұрған сандықты жерге алды. Гүлшаттың айтуымен оның қақпағын ашты. Осы кезде анасы басын әрең көтеріп, сандық ішінен ораулы түйіншекті қолына алды. Оны діріл қаққан қолдарымен аша бастады. Жұмбақ сандыққа тесіле қараған Алмат осынау сандықтың ішінде әлдебір сыр жатқанын, өзі сезбеген құпия бар екенін сезді. Ораулы орамалдың ішінен ескіріп құрып кетуге айналған суретті алып шықты да оны Алматтың қолына берді. Қолына анасы ұстатқан суретке тесіле қараған ол сарғайып күйеуге айналған суреттен кіп-кішкентай қос ұлды көрді. Әлі 40-нан да шықпаған екі бала бір-бірінен аумайды. Ұқсастықтары сонша, бір қараған адам ажырата да алмайды. Суретке тесіле қараған Алмат жылап отырған анасының бетіне қарады. Гүлшат өзіне сұраулы жүзбен көз тастаған ұлына суреттегі екі сәбидің бірінің маңдайындағы қалың көрсетті. Алмат сонда барып таныды. Мына маңдайында қалы бар сәбидің өзі екенін. Тап өзінің маңдайындағы қал мына жерде де анық байқалып қалыпты. Суреттегі екі сәбиді бір-бірінен осы қалы арқылы ғана ажыратуға болады екен. Ал өзге жерлеріндегі ұқсастық екеуінің егіз екенін анық білдіріп тұр. Қолдары дір ете қалған Алмат анасына қарап: «Мынау менің сыңарым ба?»
деп қатты айтып жіберді. Төменге қарап отырған Гүлшат үнсіз ғана басын изей берді. Өзінің сыңарының бар екенін Алмат осы кезге дейін білмепті.